Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз дәмді шоколадты кекстерді дайындайтын боламыз. Ол үшін қант пен сары майды жақсылап миксерлейміз. Одан соң жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Одан соң шоколадты массамызды құйып, ұнды, какаоны және разрыхлительді саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, миксерлейтін боламыз. Осындай масса шығу керек. Содан соң арнайы формаларға құйып шығамыз. Содан соң 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің осымен шоколадты кекстеріміз дайын болды. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады, жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.